Димаш ағам керемет, футбол десе шеберет. Бүйтіп ешкім арнамай еді, мынау да қатты дейді ғой. Жеңіспен астана білмей жауы ғой негізі деп. Мен сөйтіп құлып кетсеші. Таразда болды ма? Сізде агент бар ма? Иә, бар. Әлі агент деп отырасыз. Ағаларың ренжіп жүрмесін тараздан. Ренжіп қалатын сияқты ғой енді. Бақыға кішігірім ренжіп қалдым анау. Мен қарай бәрі ғой енді, сонда да айта салайын. Жылауық қой. Мен Барселонаның жанкүйерім ғой, маған рахаттанып шығардым. Классик екеуміз. Сен мен таразым сияқтысың. Кеткен сайын оралғым келеді. Туф, не деген сөздер. Спорт плюс арнасында шоу эфир жалғасуда. Тыңда, Ерболат та осында, Бағдәулет те осында. Елназда топ әңгіме, бұл біздің жаңа шоу жоба. Европа футболы сәттер, топ әңгіме, сұрақ пен жауап қызықты, чемпионаттар мен трансфер. Топ әңгіме, бұл біздің жаңа шоу жоба. Европа футболы сәттер, топ әңгіме, сұрақ пен жауап қызықты, чемпионаттар мен трансфер. Чемпионаттар мен трансфер. Осындай көңілді форматта әсем әнмен әдемі экранда Спорт Плюс арнасында жаңа шоу жоба. Бүгін біз қиын қызықты сұрақтарға жауап береміз. Керемет футболшымен сұхбаттасамыз. Және бүгін менің әріптесім қасымда Бағдәулет Ерғали. Сәлем достар, бүгін бізде жаңа шығарылым. Бізде әдеттегі подкасттардан, әдеттегі футбол жайындағы бағдарламалардан ерекше формат, себебі бізде шоу формат. Және біздің бағдарламада әсем, сән беріп отыратын, әдемілік беріп отыратын біздің ерке қызымыз Элинас бізбен бірге болады. Сәлем, құрметті спортсүйер қауым. Біздің жалпы төрт көзіміз түгел осылай жиылған. Сонымен қатар жаңа айтып кеттік қой, бізде міндетті түрде керемет қонақ болады деп. Бүгінгі біздің жұлдызды қонағымыз Жеңіс командасының қазіргі жұлдызы Димаш Дінмұхамед Қараман. Қош келдіңіз. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Қол соқпаңыздар Димаш. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Және біздің бағдарламаны әнмен әдемілеп әрлейтін бүгінгі кештің диджейі ол Дамир бізде. Және Димаш, Дамир сен бағдарламаға келеді дегеннен кейін сізге арнап өзінің әдемі өлеңін алып келіп тыңдап жүрейік. Димаш ағам керемет, футбол десе шеберет. Жеңісте ол ойнайды нұрын себелеп. Пастары да керемедет, удары да керемедет. Димаш ағам тұрғанда Месси не керек. Бүйтіп ешкім арнамай еді. Солай ма? Бізде ақша береді деп Анау өнер сатылмайды, өнер бағаланады деп ақша беретіндер болатын еді тойда. Жалпы мына өлеңнен кейін енді Димаш келесі жылы Түркияда ойнайтын шығар, себебі осы өлеңді әрдайым видеоларда көріп жүрміз. Анау айтып жатқан кезде Түркияда яхтада бір шырқалып жатады ғой осылай өлең айтқан кезде. Димаш, қош келдің. Рахмет. Жалпы бүгінгі бағдарлама бізде айттық қой жаңа, ешқандай бір қиын сұрақ не емес, қысқа нұсқа сұрақпен әңгімемен Еврофутбол жөнінде қызықты әңгімелер де болады. Жалпы өзің Еврофутболын қарайсың ба? Әрине, қараймын. Топ 5 лиганы қараймыз. Топ 5 лиганың барлығын қарайсың, иә? Негізінде қай команданың жанкүйері боласың? Арсенал. Арсенал. Не үшін Арсенал? Енді кезінде 2012-2013 жылдары Джек Уилшер дейтін футболшы бар еді. Мықты ойыншы негізі. Бірақ соңында мансабын аяқтап кетті ғой, травмамен. Сол ойыншы ұнады, содан кейін болеть еттім негізі. Ерте аяқтады мансабын, иә? Енді бір ашылып ойнай алмады. Жалпы енді қазір Арсеналдың трансферлерін қарап жүрсің ғой, ойыншы алып жіберіп жатқандарын. Иә, жалпы қазір нападающий келді бізге, Георг Келштің. Бізге деген Арсенал ойыншысы ма енді? Жеңіске келген шығар. Үміт бар енді сонда. Сондай ма? Ал сіз қыздар футболын қарайсыз ба? Жалпы осы жылы көре бастадым, өйткені бізде командада Ардақ Сәулет бар. Соның келіншегі футбол ойнайды. Жеңіс футбол клубында. Содан кейін қарайтын болдық. Соңғы Ақтөбе мен Биіктің матчын қарадыңыз ба? Қай команда жеңіске жетті? Қателеспесем Ақтөбе камбэк жасады ғой.
2-1 ұтылып жатып 3-2 ұтып кетті. Негізі ондай ойындар жиі болса, негізі жігіттер қыздар волейболға қарайды ғой. Жалпы біздің атмосфераға кішкене сіңісіп алу үшін, ортаға кіргізіп алу үшін бізде қазір сергіту сұрақтар бар. Өте оңай сұрақтар. Тек сұраққа шын жауап беріп, ойланып, уайымдап кетпесең болды. тез Тез ғой. Бізде қазір диджей Дамир артынан әдемі өлең қойып тұрады. Біз тез сұрақ қоямыз. Сен тек мейлі оны дос балаңа айтасың ба, өзің білесің, сұраққа дәл жауап берсең болды. Қазақта көңілді. Онда сұрақты бастай береміз. Тез жауап бере бересің бірден. Бірінші сұрақ: футболда ойлап тапқан адамның аты кім? Футболист. Пенальти сала алмасаң кім боласың? Кім? Лох боламын дейді. Үшінші: Баварияға ұқсас қандай сыра бар? Пива. Бавария. Шетте соны деп. Роналдудың арабша аты қалай? Роналдо. Марадонаға қандай темекі шеккен? Қандай? Марадонаға қандай темекі шеккен? Лионель. Икарди неге ақшасын әйеліне береді? Қорқады. Футболист допты ұрса абьюзер бола ма? Иә. Гвардиола шашын қандай шампунмен жуады? Wash and go. Салах па, таза ма? Салах. Ямал қазақ болса аты кім болады? Джамал. Төрешіге жынданғанда не деп айтасың? Ей, молодец дейсің. Зидан сені баспен соқса не істейсің? Сүлкесі боласың ғой. Хвичаның фамилиясын айтшы тез. Хвича Кварацкелия. Анчелотти қандай сақшы ойнайды? Орбит. Все болды, рахмет. Енді осы орайда Еврофутбол жайлы сұраймыз деп жатырмыз ғой. Жаңа Криштиану Роналдудың арабша аты қалай болады деген шығады. Жалпы осы Еуропа футболынан сол араб әмірлігіне ауысып жатқан футболистер жайлы өзің ойың, пікірің? Жалпы осы соңғы 2 жылда жиі ауысып отыр ғой. Мысалы бүгін Нунеш ауысты Ливерпульдан. Енді Роналдо ауысқаннан кейін бәрі ауыса бастады ғой негізі. Жалпы енді негізі ауысып жатқандар дұрыс деп ойлайсың ба өзің? Кезінде бір Қытайға ауысқан кезде, Оскарлар ауысқан кезде бір қатты сын болды ғой. Неге жастайынан кетіп жатыр? Қазір жас ойыншылар да, тренерлер де барлығы, бапкерлер де барлығы ауысып жатыр да. Мысалы қазір клубный чемпионат мира болды ғой Америка құрама штатында. Ол жақта араб командалар жалпы өзін жаман көрсетпеді. Жақсы командалар бар, жақсы составтары бар. Көрініп тұр, топ уровеньда дайын екенін. Трансфер қарап жүресің ба? Иә, әрине. Таң қалдырған, айтшы бір трансферді сені биыл қалғандырған, таң қалдырған. Негізі Барселонаға Рашфорд. Солай ма, не үшін? Енді шынымды айтсам ол ойыншы қатты ұнамайды. Бірақ енді өзім де сол команда жанкүйермін. Ол позицияға негізі Диас деп келеді деп ойлағанмын Ливерпульдан. Бірақ енді білмеймін, еще аренаға келді. Осы 1-2 күндікте тағы бір Барселона жанкүйерлерін бір қалай айтамыз, таң қалдырған, бір көңіл күйін түсірген бір трансфер болды. Бұл Иниго Мартинес, қорғаушы, қазір Барселонаның бір лидер, көшбасшы қорғаушысы ғой негізі. Сол осы араб әмірлігіне ауысып жатыр деген ақпарат шыққан болатын. Сол жайында өзім Барселонаның қазір қорғансын көрсін, Араухо бар, Кубарси бар, кім бар тағы? Сол ойыншылар жеткілікті ма? Маусым әлде ойыншы алу керек па? Өзің ойың қалай? Ойымша Иниго Мартинес қалған дұрыс болар еді, өйткені өте жақсы маусым көрсетті. Енді ол жаста келіп қалды ғой қазір, қаншада 33-те ма, 32-де. Барселонада енді философия өте басқа, өте жас ойыншылар өте көп. Содан кейін енді карьерасын жақсы аяқтау үшін ақшаны қуалап кеткен шығар. Қазір Арсеналдағы үздік ойыншың кім? Сака. Ал Эдегор, ортада ойнайтындар. Өзіңнің позициялас. Былай қарап тұрсаң, ойындарға қарасаң, Эдегор ортаны жақсайды, бірақ көп момент шешетін Сака ғой. Анау маусымда енді біраз ойындарда травма болды. Под конец сезона шықты ғой. Енді осы маусымда жақсы нәтиже күтеміз. Жақында ғана Челсиден бір ойыншыны алды. Клубтар арасында әлем чемпионатында кезінде Мадуэке ғой деймін, қателеспесем, сол ойыншыны алды. Сол Арсеналға қажет пе еді негізі? Мен де соны түсінбедім. Мартинелли бар, Сака бар, Жезус бар, Дюкришті алды. Оның үстінен енді анау Реал Мадридтен Родригоны алады деген ақпарат шыққан, бірақ соның орнына осы Мадуэке сынды ойыншыларды алды да. Қаншалық дұрыс болды позиция жағынан? Родриго келген күткенбіз бәріміз. Бірақ енді Мадуэке келген қате болды. Бүгін бізге Димаш келеді дегеннен кейін, футболист жігіт жеңістің жұлдызы келеді дегеннен кейін бұл кісі өзінің арнайы сұрақтарын алып келіпті. Жалпы жігіттер қауымына,
футболшы жігіттерге деп. Онда сөз кезеген біз Элназға берейік. Жақсы, дайын болсаңыз әзіл көтересіз ғой, иә? әрине. Жалпы қазақтың жігіттері арыстандай мықты дейді ғой. Қазақтың жігіттері мықты болса, неге әлі әлем чемпионатына шыға алмай жүрміз? Қатты тиді ма? Қатты тиді, жүрегіне тиді ғой. Кетті Журналист ма? болғанға шүкір дедім мен. Ауыр сұрақ екен. Енді осы сұраққа былай қарасақ, Қазақстанға жалпы енді 30 жыл болды ғой. Былай қарасаң, Европада қанша жыл ойнап келе жатыр, сол футбол дамып, жалпы сол жақтың адамдар футбол қатты жақсы көреді. Біз мысалы Европаға барамыз, ана сборныймен барып ойнаған кезде адамдар футбол өте қатты жақсы көреді. Енді біздің Қазақстан сондай болса, әрине, Менталитетке байланысты. менталитетке, мысалы Ақтөбеге барасың, полный стадион. Содан кейін Жезқазғанға барасың, адам жоқ. Сол сияқты. Клубты жиі ауыстыратын футболшыларды бабник деп жатамыз. Ал сіз ше, қыздарды клубты жиі ауыстырасыз ба? Мынау да қатты дейді ғой. Неше клуб ауыстырдың жалпы? Қанша клуб Соңғы ауыстырдыңыз? 3 жылда 3-ші клуб. 3-ші клубыңыз. 3 жылда 3 клуб болса, 3 жылда 3 қызбен нормально сияқты негізі. Салыстырып отсаң ба, 1 жылда 1 қызбен деп. Қазір мені эфирден көріп феминистер жеп қоймаңдар. Бірақ таразда 5 жыл ойнадым ғой. Тұрақтылық бар екен. Өзіңіз футболистсіз ғой, енді әйеліңіздің футбол сферада болғанын қалайсыз ба? Айтсам, жоқ. Өйткені өмірімде футбол өте жеткілікті. Ағам футболист, жалпы отбасы футболды қатты жақсы көреді. Бірақ енді алам бұйырған ғой. Әйелің қатты ойнайтын болса ше мысалы. Иә, қатты. Сен де қатты ма? Сен де қатты ойнап кетсе ба? Білмеймін, енді көре жатармыз. Егер енді құрметті көрермендер, әлемдік, жаһандық футболды тамашалаймын десеңіздер, дер уақытында оқып отырамын десеңіздер, сіздер де менің әріптестерім, онда sportpulse.kz сайтына ашып оқыңыздар, тіркеліп алыңыздар Instagram парақшасына. Сол жақтан әлемдік футболды жақындай түсесіздер, бір табан әлемдік трансферлер, әлемдік жаһандық жаңалықтарды сол жерден дер уақытында оқи аласыздар. Футболистер бай болады. Қалың малға қанша беретін едіңіздер? Мысалы, маған қалың малға қанша беретін еді? Ойбай, анау қалың малың қанша? Қалың малым 3 миллион дегендей ойын тұрған мына жерде әңгіме қазір. Көзбен бағалайсың ау? Иә. Иә, қарап айтсаңызшы маған қанша берер едіңіз? Адамды бағаламайсың. Енді Дұрыс. біреуді, өйткені біреудің асырап жатқан қызы ғой. Самое главное, енді мама папасы риза болса болды. Дәл Қызы риза болса болды. Қалғаны енді бұйырғаны ғой. Онда қалай біздің жаңағы қызғалдақ қызымыздың сұрақтары жеңіл ма былай? Кейбір сұрақтар жүрекке тиді, шынымды айтсам. Жүрегіңізге барып жатыр ма? Аха. Ойбай, не әңгіме бар, жүрегіңізге барып жатыр ма деген. Бірақ сұрақтар өте жақсы. Жүректі кішкене қоя тұрайық. Қазір енді тағы бір қызықты бізде бөлім бар, жұмбақтар дейтін. Енді бұл жерде екеуіңізге қояйын мен. Сізге де болады жалпы енді Араласып отыруға ма? Иә. Баяғыда оқыдық қой, 1001 мақал 101 жұмбақ деген сол сияқты. Қазір мен жұмбақ арқылы футбол клуб жазырам. Соны тауып арқылы, сосын мен қарай әңгімені өрбітеміз. Жақсы. Жалпы жұмбақ кәдімгідей біз әдебиетте оқыған жұмбақтар сияқты жұмбақ, бірақ бұл жерде жұмбақтың әрбір сөзінде сол футбол клубқа қатысты мәлімет жасырылған да. Сондықтан мұқият тыңдаған дұрыс болады. Бірінші жұмбақ кеттік. Бапкері болды тақырбас, бірақ дымды қатырмас. 70-тегі жұлдызын енді қайтып шақырмас. Барселонаны жыртатын, бірақ Астанадан қорқатын. GTA ойыны шыққанда ылғи чемпион болатын. Қай клуб? Юнайтед. Юнайтед көп қой, қай Юнайтед? Манчестер. Деген ба? Дұрыс па? Қайдан білдің оны? Юнайтед екен. Оның бапкері тақырбас емес еді ғой? Қазір. Жоқ, бапкері болды тақырбас деп. Мен дұрыс тыңдамай қалдым. Жастар тыңдамайды қазіргі сол. Бір жаманы. Бапкері болды тақырбас деп тұр. деп. Мен Астана дегеннен кейін біліп қалдым ба? Мен ойлап отырмын, сол Астана деген Челси ма деп ше. Астанадан қорқатын дегеннен біліп қалдыңыз ба? Астананы қайдан білесіз? Жеңіспен Астана бір-бірімен жау ғой негізі деп. енді Астана аренада Астана мен Манчестер Юнайтед ойнады ғой. Астана ұтты. Содан кейін Сол ойында Астана жанкүйер болдың ба? әрине бүкіл Қазақстан болған шығар. Жоқ, жалпысында негізі ше. Жеңіс негізі, құрметті жанкүйерлер, жеңістің жанкүйерлері Астанаға, немесе жеңістің ойыншылары жанкүйер болады деген түсінік жоқ. Жоқ, бұл жерде былай ғой. Ақтөбенің өзінде сондай, Ақтөбеде сондай. Кеше Дидар Сыздықбек Еуропа ойындарына мысалы үшін
Ақтөбеге сәттілік дейміз деген кезде жанкүйерлер оны жеп қойды. Ақтөбе біздің дербиде қарсыласымыз, біз ол жерде Спарта Прага жанкүйер боламыз деп. Сонда қараман. Жоқ, ол жерде жалпы- қарсыласта Манчестер Юнайтед Арсеналдың тікелей бәсекелесі. кезде енді мен Сөйтіп құтылып кетсейші. таразда болдым ғой. Таразда болдым деп бір жүрген ба? Ол кезде таразда болған, иә. Иә, тіпті Юнайтед қой. Жалпы қысқа нұсқа Юнайтедтің биылғы трансфер жөнінде әңгіме айтып кетейік кішкене қозғап. Иә, қазір енді Манчестер Юнайтедтің трансфері бойынша былтыр Тен Хаг болды да кетті, маусымның ортасында Аморим келді. Спортингпен белгілі бір жетістікке жетіп. Қазір енді биылғы маусымда сол Тен Хагтың алған ойыншылардың орнына Аморимге байланысты команда жинап жатыр да. Осы жағынан Ойыншыдан бұрын ше Аморим жөнінде айтыңдаршы. Аморим жақсы бапкер ма? Келді, не істеді, ештеңе істеген жоқ. негізі спортингта топ футбол көрсетті ғой. Қарсыластар әлсіз болған ғой ол жақта. Енді иә топ 5-ке кірді қазір. Манчестер Юнайтедпен может қазір ауыстырып жатқанша тактический там командасын пока үйренгенше уақыт керек шығар әлі. Енді көре жатармыз. Трансфер бойынша енді бүгін Шишко келді Шишко ғой. келді ғой. Иә. Енді ол топ трансфер менің ойымша. Осы орайда енді Шишко қазір дәл осы Манчестер Юнайтедке қажет па негізі? Мысалы, былтырғы жылы кімді алды? Хойландты алды дәл сол позицияға. Жыл сайын сонда бір нападающий алып отырады, шабуылшы. Бірақ жыл сайын сол шабуылшы ойнай алмағаннан кейін Хойланд қанша гол соқты? Бір маусымда 3 гол соқты. Биыл енді Шишко келді. Ол Шишко Хойландтың кезінде ойнап жүрген кезден бір мықты ма еді негізі? Негізі Хойландқа қанша матч берді мүмкіндік. Иә. Бірақ өзін көрсете алмады ғой. Кезінде Қазақстан салып кеткен иә. Иә, сөйтті ғой. Бірақ енді мен ойымша енді Хойландқа кету керек сияқты. Шишко жеп қоятын сияқты. Жалпы Шишконың Манчестер Юнайтедке трансфері сәтті болады деп ойлайсың ғой, иә? Иә. 100%. Жалпы АПЛ-ге келетін шабуылшылардың көбі өшеді ғой негізі. Ана жақта физика мықты, қорғаушылар жеп тастайды. Жоқ, әсіресе АПЛ-да емес, әсіресе осы Манчестер Юнайтедке келетін ойыншылар Біраз өзі ойнай алмай қалады ғой, иә. Енді көре жатармыз. Анау кім қайтжанды ғой барып, Бетиске барып. Антони. Бетиске барып Антони енді ол вроде арендада иә. Бірақ келді ғой қайтып. Қайтып келді ма? Қайтып келді, бірақ Амори мүмкіндік берем деп айта алмаймын деп сұхбат берді. Толық мүмкіндік берем айта алмаймын деп. Жақсы, Юнайтед жаба тұрайық онда. Одан кейінгі жұмбаққа көшейін. Келесі жұмбақ сәл қиындау болуы мүмкін, бірақ футболшы Димашқа оңай болуы мүмкін. Сонымен 120 жыл аңсаған, 120 жыл шаршаған, 90 минут жеңіліп, қосымша уақыт гол салған. Сол голының арқасы чемпиондыққа қол салған. Ең басты фишкасы 120 жыл бойы чемпион болды аңсаған. 120 жыл бойы күтіп Байер шаршаған. десең. Байер болып қойды, иә? Бұрындары. Байер ғой сол. Байер деп ойламаймын ау. 120 жыл. Ливеркузендік Байер. Мен дұрыс айттым ғой, иә, Байер, иә. Сен, Дамир, мен дұрыс айтқан кезде өлеңді жіберіп отырсың, андай дың андай күшті бір жіберші. Сенбей отыр да, білмейді сияқты. Жоқ, бәріміз сенбей отыр. Мен Дұрыс емес сияқты мынау дегандай. Мен тіпті өзім ойланып қалдым, Байер емес шығар деп ойлап отқам ғой. Тапса Димаш табады шығар. Таба алмайды деп. Отқан шығар. Айта салған шығар деп. Байер ғой, Байер былтыр шуатты ғой Еуропаның жалпы Бундеслигада соңғы секундтарда қайта гол соғып, Байердің Баварияның гегемониясын бұзды ғой. Бірақ сол Байер не болды биыл? Не болып отыр жалпы? Виртс кетті, иә? Виртс кетті, Фримпонг кетті. Центральный защиттері. Тал ма? Джонатан Та кетті, Виртс кетті, қапталдағы Фримпонг дегендері кетті, бас бапкер Хаби Алонсо кетті. Бірақ дегенмен біраз ақша жасап алды. Виртстің өзін 150 миллионға сатты ғой. Мысалы, Ливерпульден ондай ақша алатын командалар өте аз. Ливерпульдің ондай қымбат бағаға, соңғы рет Ван Дейк шығар есімде болған, қымбат бағаға сатып алған. Содан кейін алып тұрған осы Виртс болу керек. Жалпы енді қазір команда, Байер командасында көптеген ойыншылар кетіп жатыр алғаннан гөрі. Қайтадан сол Алонсоның кезіндегі құрамды жасақтай ала ма қазір? Сол жерге жаңа ғана айтып өткен Манчестер Юнайтедтің бас бапкері Тен Хаг барды, бас бапкер болып. Сол кетіп қалады деп қорқытты. Енді чемпионстводан 120 жылдан кейін алса, сол команда 120 жылдан кейін алады енді. Енді ма қайттан ба? Аха. Тен Хагтың немересімен бірге алатын шығар онда примерно. Шөбересімен ба сонда. Биылғы құрамға қатты сенім артпайсың, иә? Олардың жалпы ойын қарайсың ба негізі? Бундеслиганың Бавария топовый матчтар болса қарайсың, иә. Андай Хофенхайм біреулер ойнаса қарамайсың. Бірақ мысалға да Байер, Боруссия дегендердің түсінбеймін мен жоспарларын. Мықты ойыншыларын сатып жібереді де
трофейге таласпайды. 120 жыл бойы алмайды, әрине, бәрін беріп жіберетін болса. Боруссияның қанша мықты ойыншылары болды мысалы үшін, бәрін беріп жіберді Баварияға. Жалпы неміс лигасында, мынау неміс Бундеслигада, сосын Ередивизия Голландияда жалпы жоспар, мақсат солай сияқты ойыншыларды шығару, сату, бизнес. Жалпы иә, топ-5 лигада жаңа академия көп қой. Иә. Сол жақтан енді жас жұлдыздар шығарады ғой. Жаңағы Байер бар, Арсеналым бар, Барселонаның бар, бәрі жақсы игрокты шығарады, топ уровень сатады, жақсы ақшаға. Жатқан бизнес барлығы, иә. Жалпы енді Қазақстанда Байердің жанкүйерлері бар ма екен? 120 жыл жеңіске жетпеген болса, Еурокубокта біраз болды олар алмаған, иә? Тас ғасырынан қалған бір адам болса менмін, отыратын ВКонтактеде бар ғой. Көш енді 20 жылда ВКонтактеде Байердің жанкүйерлері деген парақша бар, 3000 адам бар ішінде. біздер енді ВКонтактеде отырмайтын болғаннан білмейміз. Мен тас ғасырынан келгенмін ғой, сол жақта әлі бар. Иә, біздің көрермендердің арасында Байердің жанкүйері болса, комментарийге міндетті түрде жазып кетіңіздер. Осы Көрейік, орайда қанша бір екен? сұрағымды қоя салайыншы. Сізде агент бар ма? Иә, бар. Әлі Қазақ агентте агент. отырасыз ба? Қалай? Әлі агентте отырасыз. Не үшін үйленбей жүр, агентте тұрады әлі, агентте. Қазір WhatsApp деген бар, Телеграм бар. Жақсы сұрақ негізі. қатта кеттім. Сұрақтарым ұнап жатыр ма? Ұнап жатыр. Өзімше жақамас. Жоқ, қазір біз анау бағана Димаштың несін қалдырамыз дедік қой, парақшасын, агентін қалдырып кететін сияқтымыз мына жерге. Андай, Mail. андай, еще андай ма? Қалай айтсам болады, Тараздың жігіті Бакару деген еді ғой. ма сондай? Всем привет деп. Жоқ, агент дегенде басқа агент айтқан шығарсың. Иә, әрине мен футбольный агент па деп ойлағанмын. Бай агент жоқ шығар енді. Иә, таста ойлап кеттім. Иә, түсінікті. Мына сұрақтар негізі тұз сияқты тиіп жатыр. Үзіп қойып қойшы анда. Иә, дайындалып отырыңыз. Любой моментте сізге. Сөйтіп қойып отыр, күшті. Онда мен жұмбақ аластыра берейін. Әрмен қарай кішкене оңайлау болуы мүмкін енді мына жұмбақ. Тауып көруге. Алтын добын көрмегесін келмеген. Бір жылда бір клубпен 4 рет ойнап терлеген, 4-еуінде де жеңбеген. Винисиус. Таза. Мен Барселонаның жанкүйерімін ғой, мына рахаттанып шығардым мына жұмбақ. Классик па екеуміз. Винисиус, Реал Мадрид қой жалпы. Реал Мадрид жөнінде бізде атақты өзінің Реал Мадридтің жеңген кезде көрініп, жеңгенде жоғалатын жанкүйері мына Бағдәулет. Өзің басташы, өзіңнің командаң жөнінде. Биыл не болып жатыр? Жалпы трансфер жайлы Димаштан сұрамай өзім талқылап тастайын ба? Бір өзің Сендер қазір сендермен талқыласам сендер жамандайтын сияқтысыңдар бірден. Димаш айтсайшы. Жалпы енді Реал Мадридте де Манчестер Юнайтед бапкерге байланысты жинап жатыр деп жатырмыз. Одан кейін болған кім бар? Байерде де солай айттық. Реал Мадридтен негізі Реал Мадрид нағыз команданы жаңадан жасақтап жатқан. Бапкерден бастады. Алонсо келді. Байермен дәлелдеген. Одан кейін оң қапталға Арнольд келді. Карвахалдың қасына, сол қапталға Каррерас деген ойыншы келді. Хойсон келді. Борнмуттан, иә? Келді. Кім кету керек? Қазір айтып жайық та енді келген ойыншыларды айтып алайық. Осылар келді. Одан кейін кеткен ойыншылар да бар. Модрич кетті, Васкес кетті, бұрыннан қалған анау 4, сендер енді көрген жоқсыңдар ғой. Валехо ма? Чемпиондар лигасын алған ойыншылар бар ғой енді қатарында, сендер білмейтін шығарсыңдар. Сосын алтын доп иегері Модрич кетті, тағы кім бар? Валехо кетті. Түсініксіз иегері деп айту керек қой. Неге? Модрич Кімге беретінін білмей бере салған ғой. Модрич дәлелдеген адам ғой. Енді осы орайда биылғы Реалдың трансфер жайлы қалай ойлайсың? Жақсы алып жатыр ма? Негізі орын-орынға позицияға алып жатыр әрқайсысын. Тек қана Арнольд қана ұнады. Жамандаш. Кейсін ұнаған жоқ па сонда? Негізі прям ба ойын қарамадым, шынымды айтсам. Енді чемпионат көрсетер. Маусым. Клубтар арасында әлем чемпионат қарамадың ба? Шынымды айтсам қарамадым. Негізі сен өзің жартылай қорғаушысың ғой, допты тасып тұрасың ғой. Хейсін қорғаныс ойнайды, бірақ дегенмен сол пасты шабуылға жеткізіп беріп тұрады. Бірінші пас дейді ғой анау футболда. Соны осы жігіт береді екен. Өте керемет ойнайды. Мен тіпті биылғы жылғы Реалдың трансферлерінің ішіндегі ең бір мықтысы осы Хейсін. Түсінікті. Кім кету керек? Ол сонда Хейсон Рюдигердің орнына келді ма? Иә, жоқ, анау Асенсио бар ғой, жас бала. Негізі сол негіз құрамда ойнайды деген жоспар болмаған ғой былтырғы жылда. Бәрі Еуроп болмағаннан ойыншы болмағаннан соны қойды енді. Биылғы жыл, бірақ ол сол қапталда ойнайды, сол Рюдигердің орнында ойнайды. Дегенмен Рюдигер екеуі бірге де ойнап жүрді негізі. Өте тамаша нәтиже көрсетті. Кету керек ойыншылардан биылғы жылы Винисиус деп айтар едім. Винисиус бар, Команданың атпас Родриго бар, Брайм Диас бар. Родриго жөнінде. Сен ойынша кім кету керек? Винисиус ғой? Мен ойымша. Қортатын сол ма? Аха. Ұнамайды.
шынымды айтсам. Неге Барселона гол сала бергеннен кейін ба? Жоқ. Жылауық қой. Провокация. Қатты ұнайтын сияқты ғой. Жоқ, мен қатты бір ойыншыларға қандай не емеспін. Байланып қалған емеспін. Бірақ дегенмен енді Реал Мадридте мынау мықты болған сезондар бар ғой. Криштиану Роналду кеткеннен кейін құлдырау болды ғой. Сол кездерде Бензема мен екеуі көшбасшы ойыншы болған. Дәл сол Винисиус екеуі. Сондықтан білмеймін, енді бір маусымдағы әлсіздігіне байланысты онда. Мен жалпы Реал Мадридтің трансфері жөнінде айтатын болсам бір әңгіме. Өзім ойым бір алдағы 5-10 жылда ма, бір 5 жыл дейінші. Тони Кросс секілді ойыншы таппайды ау Реал Мадрид. Мен Барселона жанкүйері болсам да Тони Кроссты мойындағам. Мықты. Әдемі сурет салып беретін паспен. Сол Тони Кросс қалай кетті? Реал Мадридтің ойыны сонымен бірге кетті ғой. Иә, енді жаңа ғана айтып отқан Тони Кроссты айтып отырмық қой. Кетті деп. Сол мынау төменнен бастап беретін, жаңағы шабуылды бастап беретін ойыншы бар ғой. Ол және мынау қорғаныс қайтып ойнайтын жартылай қорғаушының қызметін атқаратын. Осы қызметті Тони Кросс білесіңдер ма? Қолмен көрсетіп тұрып пас беріп жүрді ғой. Осындай пастарды дәл осы Хейсен береді екен, қорғаушы. Бірақ ол қорғаушы. Мынау жартылай қорғаушы. Бірақ дегенмен осы Хейсеннің келуімен сол Кросстың бір жақ анау атқаратын қызметін осыған беріп қойған сияқты Алонсо. Алдағы уақытта көреміз енді. Енді осы орайда Реал Мадрид жайында тағы бір сұрақ. Сен футболист, кәсіби футболшысың ғой. Модричтің кетуі. Ол тағы бір әлем чемпионатына қатысу үшін тағы бір маусым топ деңгейде, топ клубта ойнап кеткісі келді. Сол үшін де Реалмен тағы бір келісімшартын ұзартқысы келді. Бірақ дегенмен Реал Мадридтің ұстанымын білесіңдер. Жасы келсе жібере салады. Сендерде де енді қазір мысалы Исламбек Қуатсынды жасы келген ойыншылар бар ғой. Салыстырмалы түрде жіберген. Жоқ, енді салыстырмалы түрде осылай жасы келген кезде тұрмасын Ислам аған. Не деп жатсыңдар? Мен қатысым жоқ деп. Жасы келген футболшылар жібереді ғой. Осы жағынан клубтың позициясын қалай өзің? Мен ойымша өте керемет, өйткені жас буындар өсіп келеді. Жіберіп бар, Чуамени бар, Беллингем бар ортада. Шалдар жастарға жол берді ғой. Миланға кеткен дұрыс болды, Кеше анау Реал Мадрид демекші, біздің Дастан Сәтбаевтың ойынымен Реал Мадридтің ойынын салыстырып, ирландиялық журналист жаңағы блог жазған ғой. Не деген жаңағы Сәтбаевтың мықтылығы, Қайраттың Славанға қарсы ойынын түсірген видеосын. Бұл жақта Сәтбаев қорғанысқа дейін ойнайды одан. Соңайын келеді ғой. Реал Мадридтің көп ұтылған жері көп ойында дейді. Тек қана қорғаушылар ғана қорғанады. Доппан айырылса Винисиустар, Мбаппелер қалып қояды екен алда. Сондықтан жанкүйер ретінде Реалдың сіз бірінші осыны айтыңыз. Винисиустың ең үлкен қатесі болса. Жоқ, биылғы жылы Хаби Алонсо егер қорғанысқа қарай қайтып ойнамайтын болса, кез келген ойыншы негізгі құрамда. Негізі мен солай ғой. Сұққат деп айтты. 1 минут боласың болды. Клубтар арасында әлем чемпионатын қарасаңыздар негізі PSG-мен ойында. Сол Винисиустан Мбаппеде барынша артқа түсіп ойнауға тырысты ғой. Айқайлаған шығар енді. Философияны ауысып жатқан ғой. Философияны ауысып. Түгел барлығын ба. Енді келесі жұмбақты жалпы Димаштың өзіне қойып көрейін. Оңай сияқты оған табу, өзіне жақын таппаса сізге болады. Украинада біреуі, Грузияда біреуі. Инстаграмын қарасаң, кілең қазақтар жүреді. Ұлттық құрама шақырса, жарақат алып қалады үнемі. Мұндай ойыншысы бар, осы клуб кім еді дейді. Өте оңай. Жарақат алып қалады ұлттық құрама шақырса, түсіндім мен. Украинада біреуі, Грузияда біреуі. Инстаграмын қарасаң, кілең қазақтар жүреді. Ұлттық құрама шақырса, жарақат алатын неме, мұндай ойыншысы бар, осы клуб кім еді. Нан таппасаң, туған жеріңе бармайсың ау. Сол что-то қиын болып тұр ау. Грузияда біреу, Украинада біреу дейсіз ба? Украинада біреуі, Команда бар сондай. Украинада біреуі бар. Грузияда біреуі бар ондай команданың. Қазақтар ма сонда? Инстаграмын қарасаң, кілең қазақтар жүреді. Ұлттық құрама шақырса, жарақат алып қалатын неме. Жақсы көмектесейін. Инстаграмын қарасаң, биылдан бастап кілең қазақтар жүреді. Жақыннан бастап. Мен айтып тұрмын ғой, туған жеріңе барамайсың таппасаң деп. Яғни қазақ ауысқан клуб қой. Болды, өшір камераны, кеттік деп. Сол қиын болып тұр ғой. Айтшы өзің. Динамо ғой. Динамо Москва Зайнутдинов бар. Ой, Звондайды қазір бақтер. Украина дегеннен кейін мен Енді Украинада Динамо Киев бар. Грузияда Динамо Тбилиси бар. Мен қазір Ресей деп айтсам тауып қоясың ғой. Өте оңай сұрақ. Ағаларың білем жүрмесін тараздан. ренжіп қалатын сияқты ғой енді. Не болды саған жеңіске ауысып кеттің деп, Бешикташ ойнағанда өткен жоқпын ғой деп ренжитін шығар. Сонымен Динамо Москва жөнінде қозғайық. Өзіміздің Батюк ауысты ғой биыл ақыры. Бешикташта енді бағы жанбады, барынша ойнады, барған бойда бірінші гол салғанда қуанғанбыз бәріміз де бүкіл қазақ болып, бірақ әйтеуір қайда клубтың жаңағы дұрыс болған жоқ па, бапкер ауысты 10 рет былай өзара қаталып қалды. Енді Динамо Москваға келгенде бір жақсысы, кеше әлеуметтік желіде
керісінше Бешикташтың жанкүйерлері анау оған біраз ауыр сөздер айтты, негізі ақыры кеттің деген сияқты ондай көрдік. Ал Динамо Мәскеу керісінше жақсы қарсы алды. Біздің қазақ орыс бір туған дегендей қылып бар ғой, әдемі комментариймен, өзі күшті видеосымен де келді. Жалпы енді Димаш Бастасын өзінің ағасы ғой, Тараздан туған. Зайнутдиновтың жолы Динамо Москваға ауысуы, мәскеулік клубқа қалай саған өзің ойыңша? Мен ойымша өте керемет, өйткені ол бір жылда жіберді ғой, жарақаты ауыр болды. Енді қазір Мәскеуге барып жақсы ойнап кетсе, өз формасына келсе, ол өте жақсы ғой бізге де, ұлттық құрамаға келіп көмектесер. Енді ол Ресейде ойнаған, адаптация керек емес, чемпионатты біледі. Енді тек қана сәттілік тілейміз Баха ағамызға. Неге Бағдәулет, мысалы сенің ойыңша, неге қайтты СК-ға бармады? Неге анау кім шақырды оған? Спартак шақырды оның үстіне да? Неге оған бармады? Жоқ, ол жерде осы жайында ақпарат шықты ғой. Бешикташ белгілі бір суммаға сатқысы келген ақша. Енді өздері сатып алған суммасынан дәл сол сумманы ең болмағанда қайтарып алғысы келген ғой. Сол кезде ұсынған команда, қателеспесем, осы Динамо болған болу керек, сондай сумманы. Сосын енді Баханың да өзіне бір қызығушылық, сондай бір Тек қана ақша емес. орын жоқ, енді ақшадан бөлек, Бешикташтан бөлек өзімен де келісімшартқа отыру керек қой енді. Сол кезде мынау жоспар жалпы Бахаға ұнаған Динамоның деп айтып жатыр. Сіздің ойыңыз қалай? Жалпы Динамо Мәскеуде тренер газ Валерий Карпин ғой. Ол кісімен Ростовта жұмыс істеген. Енді сол кісі шақырған шығар мүмкін. Иә, Магомед Адиев самұрат шақыратын сияқты ғой, мүмкін Зайнутдиновты Карпин шақырды. Бірақ енді мынау жаңа айтып жатырмыз ғой, Динамо барлығы күшті қарсы алды, қазақтар көп кетті деп. Бірақ енді мен осы жерде Бахаға кішігірім ренжіп қалдым. Анау мен қараймай бәрі ғой, енді сонда да айта салайын. Анау Инстаграмға шығып жатқан кезде мысалы Зенитта Нұралы Әліп шығады ғой, қазақша бір-екі сөздер айтып қалады да арасында. Сосын Зениттің Инстаграм парақшасына қарасаңыздар, бүгін жеңіске жеттік деген ба сондай бір нелер бар, посттар бар салғанша қазақша. Өйткені қазақтар көп жазатын білет та. Сондықтан сондай әдейі қазақтар ақпарат көтеру үшін қазақтарға арнап сондай салады. Енді кеше Бахадан келген кезінде барлығымыз Динамоның парақшасына тіркелдік, бәріміз жазып жатырмыз ғой. Қазақтың бәрі қазақша жазып жатыр астында. Сол кезде Баха тұрады да айтады да, мен Динамоға ауысып келдім, барша қолдауларыңызға рахмет, күшті қолдап жатсыздар. Осы парақшаға тіркеліп келдім. Осы сөздің барлығын орыс тілінде айтып тұр. Бір ауыз ең болмағанда рахмет немесе тіркеліп кетіңіздер, сондай бір сөзді ең болмағанда бір қазақ сөзін қосып берген жоқ та. Жалпы осы жағынан кішігірім менде не болып қалды. Осыған сіздің көзқарасыңыз қалай жалпы тілдік мәселе? Мүмкін, может деп жап бәрін деп қобылжып қалған шығар Баха ағамыз. Содан кейін енді орысша сөйлеп кеткен шығар. көрдің ба, Тараздың жігіттері бір-бірін бермейді. Жоқ, енді ол жерде көп маркетинг команда барлық жұмыс жасап жатыр ғой, біледі енді. Жалпы енді Нұралы болсын, Баха болсын, жалпы шетелде ойнайтын кез келген ойыншыға байқасаңыздар, астында постына комментарий жазады. Тек қана қазақтар негізінде бар ғой. Алдында анау Спартак программе ойындағы төрешінің астына асып кетті біздікі. Иә, жазып ана қасқа көрмеген ондайды 6000 комментарий көріп жауап несін парақшасы жауып тастады ғой, комментарий жазатында. Оны тауып айтсаңызшы. Соны тауып алып тұр біздікілер. Шабуылдаймыз ба деп. Иә, жалпы бұл жұмбақтар деген айдарда біз арнайы осы дайындағанбыз осылай. Біріншіден қызық нұсқа клубтар табу, одан кейін ол клубтардың трансферлік мәселесі жөнінде. Жалпы осындай бөлім еді. Біз келесі бөлімге өтейік. Қазақтың жігіттері PlayStation мен футболдың артынан кеткен дейді ғой. Енді қазір үшеуіңіздің жылдамдықтарыңызды тексереміз. Әрине Димаштың жылдамдығына менің сөзім жоқ. Күмәнің жоқ, иә? Күмәнім жоқ. Енді сіздерге дайындалу керек болады. Қазір мен сіздерге әріптер жасырамын. Сол әріптерге бапкердің, ойыншының және команданың есімдерін айтуларыңыз қажет. Бірінші қонақтан бастайық. Димаш, бірінші әріп бізде Ф. Қандай? Ф? Фабрика ма? Фаворит дегендегі Ф, футбол дегендегі Ф. Ф-дан келетін команда, клуб. Сонда үшеуміз жеке-жеке табамыз ғой негізінде. Иә, жеке-жеке табасыздар. Ф деп басталды. Клуб Фиорентина, тренер Фергюсон, футболист Фернандиньо. Менікі Фортуна Дюссельдорф, Германияда бар ғой Фортуна дейтін. Бәріміз айтамыз ба не? Иә, дайындал сенде. Фортуна ойыншы Фабио Капелло бапкер ма? Көмектесек, бірімізге көмектесек, біз командамыз ғой мына жерде. Фабио Капелло, сосын бір ойыншы Ф-дан келетін. Фернанд, мен құтылдым. Сенкі Ф. Кім? Фермин Лопес, Э, ойыншы. Болды десеңші. Мен тек футболистерді айтамын. Білмеймін, енді клубтардан кім бар? Ф-дан келетін. Фортуна дейтін клуб бар ма? Мен айтсам.
Дюссельдорф. Ферентинаны айтып тастаңдар, иә? Иә. Факел. Факел бар. Иә. Бапкер. Бапкерлерді енді көп танымаймын. Кер, фудан. Кім бар фудан келетін тағы бапкер? Фабрицио Романо десең. ешкім танымайтын, өзіңіз де танымайтын бапкерлерді айта берсеңізші, одан келесі. Сен бәрі білмейсің ғой. Қазақстандық бапкер. Бәрі білмейсің. Финонченко дедіңіз. Финонченко. Ол А, вот. Ферапонтов бар. Ферапонтов бар. Содан Жеткен ғой, содан сәл келетін. қоя бер. Келесі әріп бізде Х. Хат дегендегі Х. Химки. Тенхак. Бола ма? Жоттығы ол. Хак бар ғой? Жоқ еді, басталу керек ережесі бойынша. Хачапури. Сен өзіңдікін ойлай берші, мен өзім. Ойланып отырмын мен де сол. Химки. Димашқа Команда. көмектесуді ойлап отқан жоқпын. Эрландес футболист. Тренер Хыдан. Бар екен. Эрнандес жата ма не? Хыға? Бірінші әрпі Х деп тұрды ғой. Сол хиннан естіп оқиды ғой, Димаш хиннан естіп оқиды. Жоқ, неге жазылған кезде қазақшасында Эрнандес деп жазылмай ма ол? Ол жағын білмейді екен енді. Ағылшынша Х деп тұрады. Кеттік онда. Сосын баш жібердім ғой дейсің. Бапкер кім болды? Бапкер Хыдан қазір ойланайық. Хайруллин дейтін бапкер бар ма? Жоқ, ол ойыншы ғой. спортивный директор. Спорт директоры Ақтөбенің қазір. Жоқ, бұрын бұл футболист, бапкер болған жоқ па екен дегенім ғой, басқа. Қиын сұрақ екен мына Қиындау, иә. Мен айтайын. тренерге. Ойыншы Хоселу. Клуб Хеккен. Бапкер Хосеп Гвардиола. Хосеп мен айтайын деп отырмын ғой. Ұқтап қалдың. Хетафе клуб ойыншылардан кім бар? Қадан келетін ойыншы көп қой енді. Атыраудың қақпашысы бар. Кім? Атыраудың қақпашысы. Атыраудың ойындарын қарамайды екен мен. Реалды қарайсыз тек қана, Паскаска келіп па? Паскаска. Кеттік, а? Хаткевич. Хаткевич. Үздік қақпашы ғой КПЛ-дың. Кешірім сұрайын. Бапкер керек енді. Сендер екеуі маған көмектесіп отырсыңдар. Мен Хорке Сампаоли ма сол бар ғой? Қадан келіп. Міне мен Димаш Аргентинец. Аргентинец. Тап енді өзіңе бір Х. Бар ма сенде таппаса- нұсқалар? Х деген бар. Иә. Футболдан басқа шығып тұр негізі. Жоқ, маған футболшы керек болып тұр ғой, бапкер. Чат GPT. Қайдасың десейші. Жақсы, өте келесі әріп көрінді. Иә, мен Келесі болдым. әріп Біреудің көрінді. сен де көмектеспейсің, біреудің Біреудің сіздің үшін аламыз таппаса. Хыдан. Жарайды. Қиын екен әріптерің. Оңайын беруге тырысып жатырмын. Димаш болғаннан кейін сіздерге жеңіл әріп түсіп жатыр ғой енді. Кеттік, ал. Келесі әріп бізде З. Зал дегендегі З. З. Иә, З. Команда Зенит. Футболист Замбротто. Тренер Зидан. Сен өзің білсің ба? Өзің айт онда. Жұртқа жарылқай бермей. Сен кезеген ғой. Не, мен ойланып аламын қазір, мен саған бердім. Ойыншы кім? Зиодоров. Команда Зальцбург. Бапкер Заманай десең. Жоқ, Бір ауылдың бапкері бар да, районның командасы. маған ауылда не болған деп па? Содан келетін бапкер кім бар? Сіздан кел. Жоқ, қай елдерде за әрпін қолданады? З деп боқтап кетсең отырамыз. Зинченко бар ойыншылардан. Қазіргі. Зиодоровты қабылдамайтын болсыңдар. Уақыт өтіп батыр. Білмейсің ба? Сен Иә. екі бапкер. Тойдым. Екі бапкер білмедің сен. Ойыншылар Зенкович. Клуб Зимбру. Астана жеңіп күні кеше. Бапкерге Зыдан келетін кім бар еді бізде? Мен де білмеймін. Болды, уақыт кетіп жатыр. Білмеймін, болдым. Таппайды екен. Жақсы, енді әзірге Димаш өзінің футболда ғана емес, ойлау қабілетінің де сіздерден жылдам екенін естіп жатыр ғой. Келесі әріп бізде Айтпаймын енді Димашқа Зиданды. Қазақ намысына өлген ба? Қойшы тағы бір әріптен. келесі әріп енді оңай, велосипед дегендегі В. Сен әліппе кітабы сияқты екен, қасында сөзін айтып отырады. Велосипед дегендегі В деп. Кеттік. Вильяреал. Вилла. И Бітті, болды. болды. Ойлауға өт мықты едің жаңа. Деп. Тренер. Валидолит. Мен айтқаннан кейін не алып қалғанда. Жоқ, тренер. Тренер кім бар бұға? Уақыт өз. Бұдан. Бұдан келетін көп қой. Вахид Масудов. О, міне, таза қазақ футболының жігіттері ғой. Валенсия. Клубта Валенсия. Ойыншы да Валенсия. Үштіміз бе Антонио Валенсия да.
сосын бапкер Владимир Чебурин. Жақсы. Валидолит, Оғым? Испания чемпионатында ойнайды. Вальверде ойыншы. Реал баяғы. Всеволод деп гәсесін атқайтып жіберсекші. Оғым Всеволод дейін. Севаны танымайсың ба не? Спорт пульсті жасайтын. Жарнама бәрін тақырасың сен. Одан келетін Владимирович дейтін бір бапкері бар шығар. Бар шығар. Білмеймін, мен бапкерлерді көп танымаймын ғой. Кім береді да? Вальверде деген не бар, бапкер бар. Кезінде Барселонаны жаттықтырған құмырсқа деп айтады. Иә, тапты. Жеңілдік өтті нормально. Болады, Вальверден Жақсы. беруге. Келесі әріп бізде онсыз өмір қызықсыз. Ойбай, нокам әсерлі ойын Онсыз тұқты. өмір қызықсыз. Келесі әріп бізде махаббат дегендегі ма. Туф, сенің ана алып келулерің, связкаларың қатты келмейді ба келіп Онсыз өмір қызықсыз дейсің ба? Иә, қызықсыз Димашқа ол. қызық болады. Әлемдік үздік ойыншы Лионель Месси. Міне. Месси, Марсель, Марадона. Мауриньо, Мақтарал, деп қандай КПЛ отсы ба? Масудов? Маскерано деп екеуін айтып жіберейін. Бапкер ғой Маскерано. Бұрынғы ойыншы. Жоқ, бапкер ғой. Иә. Маскерано бапкерге. Иә. Командаға Малерка, ойыншыға Мудрик. Неғып Модрич емес, не үшін Модрик сенке? Кетіп қалды ғой Модрич. Реал қалса болды ма? сондай ғой. Көрдің ба, жанкүйлер сондай. Кетіп қалды ма, ұмытады ғой бәрін. Біздер ана Реалдың жанкүйерлері қатты андай қызбаймыз да, біреулерге тиіспейміз, өз-өзімізбен. Сондай. Барсаң жанкүйерлерге көрініп тұр, екеуі бірден атака шабуылға шығады. Кетіп бар ма тағы болды ма? Соңғы әріп қалды. Мягкий знак болмаса. Мен ұтып жатырмын негізі, иә? Ау? Мен ұтып жатырмын, иә? Ұтып жатқан жоқ. Екі көз Санап санашта жатыр ма бар. не? Бізді ойлауға бет қарап жатқан жоқ. Санап отырмын. Димаш келе жатқан сияқты ғой. Келесі әріп енді бізде жаңағы махаббатта бізде всегда Бека, Аружан деген кісілер болады. Келесі әріп бізде Бека дегендегі Б. Бека. Бағдаулет дегенде де Б бар. Ойыншы дегенде Бағдаулет деп тұрмасаң болды енді. Балық, Бортмунд. Борнмут па? Мен Бортмут деп тұрмын. И Бұдан келетін кім бар еді? Бапкерден. бұдан кім бар екен? Болдау осы жолы. Тиді-ау. Балық тренер емес па? Балатели, Бешикташ, Бобби Чарлтон деген кезінде Европа болған, кейін тренер болған. Болмайды ма? Өтпейді. Кейінде болған. Қазіргі кішкене. Қазіргілерден ба? Қазіргілерден кім бар? Мен анау кімді? Жоқ, мен анада әңгіме бір болды жоқ сен. Барселона? Мен ойымша. Бекхэм. Тренер. Бәріміз үшеуміз де тренер таппадық, иә? Ей, біреу бар ғой осының Болат па, Тімет, Болат Жұмаділов па, футболға қатысы бар ма деп. Бар деп, үшеуміз де жауып тастай берейік та Тасыра болған деп. Жоқ, бұдан келетін. Бұл соңғарып қой да. Табайықшы. Жоқ, неге сендер бағана ойынның басынан бастап бүгін шығарылымда әлемдік футбол жайлы айтамыз дедік та, сендер Қазақстанның футболистері, футболшыларын айтып жатсыңдар. Қазақтың футболистері бапкерлер әлеммен бірдей ал. Естейсің. Мықты. Болды. Өтпейді енді ондай. Бұдан келетін кім бар? Кім бар отырмыз? Өзін тапшы деп өзі білмей қама сөйтсе. Соңғы бұдан келетін шын мен ешқандай бапкер жоқ қой не? Соң қазір қарап жатырмын барлық клубты. Б. Кім бар екен білмеймін. Боб. Ей, Березутский. Йо. ЦСКА. Сен жеңдің ба сонда? Мен жеңдім. Айфон бересіз ба? Деп андай. Әзірге енді Димаш өзінің жылдам екенін дәлелдеп келе жатыр ғой. Егер де осы жақтан сіз енді тағы да бір дәлелдесеңіз, жеңісі сізге берем. Сіз енді подкаст жақсы жасайсыз ғой, футболда. Жақсы жасайсыз ба? Ал өмірде ше? Маған подкаст жасап көріңізші, мүмкін сіз алып кетесіз. Мына жерге бір махаббаттың фоны керек, диджей. Онсыз махаббат болады. Подкаст дейді ал. Өмірде ұялшақпын негізі. Подкаст вообще жасамаймын. Подкасттың түрі бар ғой енді, бір өлең оқу ма, бір өлең айту ма, немесе мақал айту ма. Жоқ, футбольный подкаст десем, футбольный подкаст жасап берейін. Футбольный подкаст қызға істемей жүрсің. Футбольный подкаст ол Сразу енді. травмалады ғой. Ойбай, бісміллә. Міне бұл ше подкаст. Міне подкаст деген ба? Көзбен подкаст болды анау.
Жоқ енді краш көзқараспен бүйтіп сындырып алатын шығарсыз подкаст жасап. мүмкін Өзіңіздің фишкаларыңыз бар шығар. қайда біз айтып тұрмын ғой ұялшақпыз. Подкаст жасай алсам осы кезге дейін үйленіп болмайын ба деші. Әрине. жарайды өзім подкаст істеймін. Жоқ, иә, футболда Димаш, өмірде Элина жасап жүрсе болды емес пе? Түф, не деген Қалай? Жақсы мықты. мықты алып шықты кәдімгі, иә. Жоқ енді жеңіс Өзім былай қолдан түсіп кетіп едім. бермесеңізші, сізге енді безлимитті не беріп жатырмын да, осыны не істеуге. Сен мен таразым сияқтысың. Кеткен сайын оралғым келеді. Туф, не деген сөздер. Болды. Болды ма? Аузын кете ма? ашса жүрегің көрінеді. Бұл жүрегін көріп қалсаң болды. Иә, жүрегіңізді көріп қойдым. Көрді, иә. Осымен бізде жалпы бағдарлама кеп қалды соңғы шегіне. Бізде енді Димаш бүгін алғаш шығарылым, алғаш қонақ өзің болдың. Бізге де жалпы өте ыңғайлы болды. Сізбен сұхбаттасу, әңгіме айту, әзілдесу, әйтпесе неге спортшылар, футболшылар үндемейді көбіне. Көп сөйлемейді, көп ойнайды ғой олар. Иә. Өзіңе қалай біздің бағдарлама форматы? Жалпы новый формат өте қызықты екен. Мгм. Өте свободно сезінесің, сұрақтар да қызық. Енді сіздердің бағдарламаңызда тек қана сәттілік, Мгм. көп қонақтар келе берсін. Келетін шығармыз енді тағы. Осымен құрметті көрермендер, біздің бағдарлама өз мәресіне жетті. Бұл бізде алғашқы шығарылым, доп әңгіме. Келесі тағы қандай қонақты көргілеріңіз келеді біздің бағдарламадан міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Және біздің шығарылымдарды жіберіп алмас үшін Спорт Пульс каналына, YouTube арнасына тіркеліп кетіңіздер. Бүгін бізбен бірге осындай керемет көңіл күй сыйлаған қонағымыз Жеңіс командасының ойыншысы Дін Мұхаммед Қараман. Рахмет. Және менің әріптесім жүргізуші Ерболат. Осы бағдарламаға сән беріп отырған, қызықты, қылықты сұрақтарын қойып отырған ерке қызымыз Элиназ және диджей Дамир. Және біздің үздік жүргізушіміз ол Бағдаулет. Келесі көріскенше.